Сәлем қыздар, бүгін біздер бауырдан жасалған рулет әзірлейтін боламыз. Дастарханға қоюға өте әдемі, шағын, дәмі тілі үйреді бастысы. Ол үшін ең алдымен осылай бауырымызды аламыз. Ет тартқыштың көмегімен өткізіп аламыз барлығын. Ет тартқыштан өткізгеннен кейін бізде осындай масса пайда болады. Блендер болса, негізі блендерлап алғандарыңыз жақсы, ортасындағы шамалы кубик болып жүрген жаңадай бауырлардың барлығы блендерда езіліп кетеді. Менде блендер болмағандықтан сүт құйып миксерлеп алдым. Кейін осылай бір жұмыртқамызды саламыз, тұз және де қара бұрышымызды салып бір араластырып алыңыздар. Содан соң үстіне осылай қасықпен ұн салдым және тағы бір миксерледім. Сұйық май қосуды ұмытпаңыздар. Кейін сковородкамызды майлап, оттың астын өте қатты баяу болмауы қажет. Сәл орташа отта осылай блинчик пісірген сияқты ожаудың көмегімен осылай сковородкамызға дөңгелетіп құйып шығамыз. Менде блендер болмағандықтан, міне қарап тұрсаңыздар, бауырымның ортасында, массаның ортасында кішкене бауырлар жүр. Ол ештеңе етпейді, әрине міндетті емес блендер мен жасау. Блендерларыңыз жоқ болса да осылай жасай берулеріңізге болады, себебі барлығы пісіп кетеді. Осылай беті толық кепкеннен кейін лопатканың көмегімен екінші бетіне ауыстырасыздар. Солай жасап барлығын пісіріп аласыздар. Әрі салған сайын сковородкаңызды майлап отыруды ұмытпаңыз. Бастысы сіздің бауырыңыз жаңа құйған кезде өте қатты қалың болып кетпеуі қажет. Кейін менде соусқа майонез, чеснок және де укроп, осы үшеуін жақсылап араластырып алдым. Тұз салудың қажеті жоқ соусқа. Содан кейін бұл жерде басты мән беретін нәрсе, біздің сәбізіміз өте тәтті, сочный сәбіз болу қажет. Себебі бауырға осы дәм беретін басты біздің сәбізіміз. Осылай сәбізімізді үккіштен өткізіп аламыз. Міне біздің соусымыз, ортасына салатын сәбізіміз барлығы дайын. Блинларымызды пісіріп алдық бауырдан. Осылай соусымызды жан-жағына жағып шығамыз, бірақ шетіне өте қатты тигізіп жібермеңіздер, себебі ораған кезде соусы сыртынан шығып кететін болады. Жақсылап соусымызды жаққаннан кейін осылай морковтарымызды салып аламыз. Мен осы жерде салған кезде өте көптеу салып жібергенмін. Сондықтан өте көп морков сәбізімізді салудың қажеті жоқ. Осылай міне бауырымызды әдемілеп орап, ортасынан немесе қиғашынан әдемілеп кессеңіздер болады. Тағы да айтамын, жан-жағына соусты жаңағы орайтын соңғы жағына қатты жағудың қажеті жоқ. Холодныйға қойсаңыздар болады, өте дәмді шықты. Отбасыма ұнады, сіздердің де отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Үй жағдайында осылай жасап, отбасыларыңызға ұсынып көріңіздер. Менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Менің тіркелген достарым ғана көре алатын тауық қанаттарын келесі видеода дайындаймыз.